Hello, dear student. How are you today? Let's start our lesson. Open your book, page 75. Language Focus 1. Past Simple Passive. Сәлем, құрметті 7-ші сынып оқушысы. Қалың қалай? Бүгін 75-ші беттегі Past Simple Passive'ті өтетін боламыз. Бұл бетте көбінесе грамматика және де алдыңғы сабақтағы Hurricane Katrinaға байланысты жаттығулар. Okay, let's start. Exercise number 1. Complete the examples from the text on page 74. 74-ші беттегі сөйлемдерді толықтыр дейді. Бұл жерде грамматика тұр, плюс тұр, минус және with by деген. Бұнда past simple passive берілген. Бұл сөйлемдерді мәтіннен көшіріп алып жазған кезде пассив екендеріне көздерін жетеді. Себебі пассив сөйлем дегеніміз ол іс-әрекетті жасаған адам маңызды болмайды. Керісінше іс-әрекет маңызды болады бұл сөйлемде. Ал актив деген сөйлемдерде керісінше болады. Маңыздырақ ол адам болып саналады. Ал бұл жерде пассивта маңыздырақ іс-әрекет болып саналады. Және де бұл пассив сөйлемдер by деген демеулік арқылы жасалады. Кім арқылы? By деген арқылы деп аударылады. Біреу арқылы осы іс-әрекет жасалынып жатыр. Byды қойса да болады, қоймаса да болады. Егер іс-әрекет жасаған адам маңызды болса, by арқылы жазып көрсетуге болады. Ал егер ол адам маңызды болмаса, онда byды қоймай, құр іс-әрекеттің өзін көрсетуге болады. Мысалы, The hurricane was given, мына жерде бірінші тапсырмада, the name Katrina. Katrina деген ат дауылға берілді. Кім бергені маңызды емес. Бізге маңызды Katrina болып тұр. Дауылдың аты маңыздырақ болып тұр. Сондықтан was given формула, осындай формуламен жүреді. Ол past өткен шақ болғандықтан was жекеше түрге, we көпше түрге қолданылады. Және де етістігіміз біздің үшінші жақта, үшінші форманың етістігін қолданамыз. Дұрыс етістіктерге ed жалғаймыз, damaged деген секілді. Бұрыс етістік түбірімен өзгереді, оны кітаптың артында көруге болады. Many buildings were damaged or destroyed. Көптеген ғимараттар бұзылды немесе қирады. Сонда бұнда бізге іс-әрекет маңызды болып тұр. Кім қиратқаны маңызды емес. Келесі минус сөйлем, ол болымсыз сөйлем, not сөйлем, not болады. Жоқ деген сөз. They were not built to protect New Orleans against a really big storm. Some parts of New Orleans were not flooded. Мынада сөйлем болымсыз сөйлем. Олар жаңа Орлеанға қарсы үлкен дауылға қарсы салынған жоқ дейді. Олар деп нені айтып тұр? Бізде қоршауды айтып тұр. Қаланы судан қорғап тұрған қоршауды айтып тұр. Кім салғаны маңызды емес. Бізге маңызды сол қабырға болып тұр. Some parts of New Orleans were not flooded дейді. Орлеанның кейбір бөліктері су басқан жоқ. Were not flooded. Көрдік па? Not деген сонда. Were деген көмекші етістіктің ортасына. Exercise number 2. Complete the sentence. Use the past passive form of the verbs in brackets. Шақшаның ішіндегі сөздерді пайдаланып, сөйлемді, активный сөйлемді, пассивный сөйлемге аударамыз. The plane was struck. Жоқ, керісінше аудармайды екенбіз ғой. Кешіріңдер, ол үшінші сөйлемде. Үшінші тапсырмада керісінше активный сөйлемді пассивныйға аударамыз. Бұл жерде сөйлемдіге біз формула бойынша пассивный сөйлем жасаймыз. The plane was struck by lightning, but managed to land safely дейді. Ұшақ найзағай арқылы, by деп тұр, міне.
бай дегеніміз осы пассивный сөйлемнің демеулігі болып саналады. Ұшақ жарқ найзағай арқылы соғылды, иә, күн күркіреген кезде ұшақ дірілдейді ғой. Сол найзағай күн күркіреу арқылы дірілдеді, бірақ та жерге қауіпсіз дегендей, әрең дегенде қонды дейді. Сонда кім қондырғаны бізге айтып тұрған жоқ, иә? Ұшақтың дірілдегенін, найзағай арқылы дірілдегенін көрсетіп тұр. Сол секілді міне plane бізде жекеше түр болғандықтан was қоямыз. Ал егер planes болса, болушы еді. Strike деген сөздің үшінші формуласы struck болады. Сол сияқты міне екінші тапсырмада was destroyed болады. Town өйткені қала біреу болғандықтан was, destroy дұрыс етістік болғандықтан оған ed жалғаймыз. Destroyed. The couple, пара was rescued, құтқарылды. Үйінің шатырынан бір пара құтқарылды дейді. Part of the school, мектеп. Бұл зат есімдерге қараймыз. Біз зат есімдер егер жекеше түрде болса, онда біз was қоямыз. Ал көпше түрде болса, онда қоямыз. School мектеп біреу болғандықтан was rebuilt. Келесі house үй болғандықтан ол was болады. Was not damaged. ed жалғаймыз by the thunderstorm. Көптеген үйлер күн күркіреу арқылы, найзағай арқылы бұзылды, қирады. Much of the city were flooded after days of rainy. Қатты жаңбырдан кейін көптеген қаланың көп бөлігі су астында қалды дейді. Осылай жазамыз. Үшінші тапсырмада да активный сөйлемді пассивныйға аударамыз. By предлогы арқылы оны аударып қойдым. Міне үш сөйлем. Төртінші тапсырмада біз жазамыз, мәтіннен аламыз тағы да, сұрақ қойған кезде енді бұның бізге болымсыз сөйлемнің көрсетті, пассивный сөйлемнің енді бізге сұрағын көрсетіп тұр. Сұрағы қалай жасалынады? Сұрағы былай жасалынады екен. How was New Orleans damaged? New Orleans қалай қирады? Сонда was етістігі алдыға шығады, негізгі етістік соңында тұрады. What name was the hurricane given? Дауылға қандай ат берілді дейді. Көрдік, формуланы was қай жерде тұр? Алдында тұрады, негізгі етістік артында тұрады, көмекші етістік алдына шығады. Сол секілді бесінші тапсырмада менде listening дейді. Менде listening болмағандықтан мен өзім ойымнан жаздым. Дұрыс деп ойлаймын бұл жазғанымда. Және алтыншы тапсырмада сұрақ қоясыңдар дейді. Жерде 5 сұрақ деп тұр. Алтыншы тапсырмада мен 4 ғанақ жасадым. 5 сұрақ қоясыңдар. 7-ші тапсырмада сол сұраққа өздерінің жауап беріңдер деп тұр. Алтыншы тапсырмада қойдым. Міне 7-ші тапсырмада мен жауап бердім. Өкінішке орай 4 сұрақ. Бұл сұрақтардың аударатын болсам, Титаник фильміндегі Розаның жігітінің рөлінде кім ойнайды? Абай жолы романын кім арқылы жазылды? Жаңа Орландодағы дауылға қандай ат берілді? Малефисента киносында басты роль кім арқылы ойналды? Сонда мына жерге жауап береміз. He was played by Leonardo DiCaprio. Біріншіге Leonardo DiCaprio ойнады. Абай жолы Мұхтар Әуезов арқылы жазылды. Дауылға Катрина деген ат берілді. Басты героиня бұл Анджелина Джоли болып ойналды. Осымен сабағымыз аяқталды. Түсінбеген жерлерім болса сұрақ қойыңдар. Міндетті түрде жауап беремін. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңдер. Каналыма қош сау болыңдар.